Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сүтті қыз тортының мінсіз рецептісін ұсынамын. Барлық нюанстарын көрсетіп айтып беремін. Сол себепті маңызды ақпаратты жіберіп алмау үшін видеоны өткізбей мұқият қараңыз. Ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен тортымыздың күлшелерін пісіріп аламыз. Оған қойылтылған сүт, жұмыртқа, ерітілген сары май, ұн және қопсытқыш қажет болады. Диаметрі 22 см болатын биік тортты пісіру үшін бізге 15 грамм қопсытқыш қажет. Көптеген үйлерде қолданылатын осындай қарапайым таразылар аз граммдарды дұрыс өлшемейді. Сондықтан 15 грамм дұрыс өлшену үшін таразымызды обнулять етпей, таразыда көрсетіліп тұрған санға 15 граммды қосып есептейміз. Таразға ыдысымызды қойғанда 311 грамм болды, яғни 326 грамм болғанша қопсытқыш қосамыз. Аз граммдарды өлшегенде әрдайым осы лайфхакты қолданыңыз. Енді електен өткізілген ұн мен қопсытқышты мұқият араластырамыз. Қойылтылған сүтке жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Ұзақ уақыт миксерлеудің қажеті жоқ, араласса жеткілікті. Үстіне барлық ұнды тағы да електен өткізіп қосамыз. Ұнымыз жан-жаққа шашырамау үшін миксерді қоспай венчиктерімен осылай араластырып аламыз. Кейін миксерді қосып араластырамыз. Бұл қамыр қопсытқыштың әсерінен көтеріледі, сол себепті ұзақ миксерлеуді қажет етпейді. Келесі кезекте ерітілген сары майымызды қосамыз, бір келкі болғанша араластырамыз. Қаласаңыз, миксерді қолданбай-ақ қарапайым венчикпен араластырсаңыз болады. Осындай жып-жылтыр орташа қоюлықтағы қамыр шығады. Тортымыздың күлшелері пергамент қағазынан оңай ажырау үшін қолдан келгенше жоғары сапалы пергамент қағазын қолданыңыз. Өзім қандай пергамент қолданатынымды описание бөлімінде жазып кетемін. Сонымен қоса диаметрі өзгеретін осындай кондитерлік кольцо қажет болады. Мен бүгін торттың диаметрін 22 см етіп пісіремін. Қамырымыздан 3,5-4 ас қасық етіп алып, қасықтың көмегімен барынша бір келкі етіп жағуға тырысамыз. Осы мезетте біздің пешіміз 180 градусқа дейін қызып тұруы қажет. Құрметті сүйікті көрермендерім, қазақша каналымның ары қарай дамуына, қазақ тілінің кең етек жаюына атсалысайық. Видео сізге ұнап жатса, пайдалы болса, тегін лайктарыңызды басып, пікір қалдырыңыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікір бөлімінде міндетті түрде жауап беремін. Ал жаңа көрермен болсаңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Алда керемет пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Күлшелерімізді осылай табамызды аударып пісірсек ыңғайлы болады. 180 градусқа дейін қыздырылған пеште шамамен 5 минутта пісіп шығады. Осылай сап-сары әдемі болып қызарып піскенше пеште ұстайсыз. Күлшелеріміз өте тез піскендіктен әрдайым бақылап тұрыңыз, күйдіріп алмаңыз. Менде осындай 10 күлше шықты. Бұл мөлшерден әр қайсысы 5 күлшеден тұратын 2 аласа торт немесе 10 күлшеден тұратын бір биік торт дайындауға болады. Енді тортымыздың кремін дайындауға кірісеміз. Бұл жерде менде тоңазытқыштан шыққан салқын қоюлатылған сүт, оның үстіне тоңазытқыштан шыққан салқын кілегейімді құямын. Ең аз жылдамдықта миксерлеуді бастаймыз. Жылдамдықты біртіндеп көтереміз. Шамамен 4-5 минут миксерлеу қажет болады. Бастапқыда массамыз сүт сияқты өте сұйық болады. Миксерлеу барысында біртіндеп қоюлана бастайды. Осындай үлпілдек, нәзік, балмұздақ секілді крем шығуы керек. Бұл жерде артық миксерлеп жібермеу өте маңызды, себебі креміңіз майға айналып суы бөлініп кетуі мүмкін.
Тортымызды жинауға кірісеміз. Тортымызды түзу етіп жинау үшін осындай кальцо және ацетатты пленка қажет болады. Бұл тортқа мен әрдайым пропитка жасаймын, өте дәмді болады. Пропитка жасау үшін қойылтылған сүттің үстіне қайнаған суды құямыз, суытамыз. Кремді жағу үшін бастапқыда қасық, кейін осындай лопатка қажет болады. Күлшелеріміз подложкадан жылжып кетпеу үшін астына аз ғана крем жағамыз. Күлшелерді астыңғы бөлігін жоғары қаратып орнатамыз, себебі астыңғы бөлігіне пропитка жақсы сіңеді. Әр күлшенің үстіне 3 ас қасық толтырып крем жағамыз. Бұл торттың кремі көп болған сайын дәмдірек болады. Сол себепті кремді көбірек етіп дайындап, 5-6 ас қасық толтырып жақсаңыз әбден болады. Ескерте кететін жайт, бұл крем сәтті шығу үшін оның құрамындағы қойылтылған сүт пен кілегей міндетті түрде салқын, тоңазытқыштан шыққан болуы керек. Сүтті қыз тортына керемет елесетін тағы да 2 крем рецептісін описание бөліміне жазып кетемін. Ал кондитерлік дүкендерде және де жеке кондитерлер осы видеода көрсетілген кремді қолданады. Креміміз барлық күлшелерге бірдей мөлшерде жету үшін таразымен әрдайым өлшеп отырып салсаңыз болады. Бастапқы корждарға кремді қасықпен жайғастырған болатынбыз. Енді осындай лопаткамен жайғастырғанымыз өте ыңғайлы. Соңғы коржымыздың астыңғы бөлігіне пропитка жасаймыз. Кейін үстіңгі бөлігін жоғары қаратып орналастырамыз. Сонда тортымыздың беті тегіс болады. Ыдысымызда қалған барлық кремді соңғы коржымыздың үстіне жағамыз. Классикалық рецепт бойынша сүтті қыз тортын вафли үгінділерімен безендіреді. Орысша вафельные крошки деп атайды. Оны қазір біз үй жағдайында дайындайтын боламыз. Ал егер сіз тематикалық торт жасағыңыз келсе, торттың сыртын кремчизбен қаптап, өзіңіз қалаған безендіру жасасаңыз болады. Жиналған тортымызды кем дегенде 4-5 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Тоңазытқышта бір түн тұрса, тіптен жақсы. Тортымыздың бетін ауа өтпейтіндей етіп жабамыз. Келесі кезекте вафли үгінділерін дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаның ағы, бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май, қант ұнтағы және де ұн қажет болады. Ең алдымен 2 жұмыртқаның ағы қанша грамм болатынын есептеп аласыз. Менде 70 грамм болды. Соған сәйкес қалған ингредиенттердің де салмағы 70 грамм болуы керек. Венчикпен араластырып аламыз, осындай жылтыр бір келкі масса шығады. Табамызды, яғни противенді аударып, үстіне пергамент қағазын жайып, массамызды барынша жұқа етіп жаюға тырысамыз. 160 градусқа дейін қыздырылған пеште қызарғанша пісіреміз. Әрдайым бақылап тұру қажет, себебі өте тез піседі, күйдіріп алмаңыз. Аталған мөлшерден осындай 2-3 противень вафли үгінділері шығады. Пісіп шыққан вафлиімізді осындай бөліктерге бөліп, пакетке орналастырамыз. Кейін қолымызбен үгітеміз. Тым майда болып кетпеуі керек, мөлшері орташа болса жеткілікті. Мінекей үй жағдайында вафли үгінділерін оп-оңай дайындап алдық. Менің тортым шамамен 3-4 сағат тоңазытқышта тұрды. Енді кальцоны шешіп аламыз, ацетатты пленканы шешеміз.
пленкадағы кремді лопаткамен алып, тортымыздың шетіне жағып шығамыз. Сонда біздің вафли үгінділеріміз біркелкі болып жабысатын болады. Вафли үгінділерімен безендіруді бастаймыз. Қаласаңыз, торттың барлық жерін осы үгінділермен безендірсеңіз болады. Фантазияңызға ерік беріңіз. Мен ортасын ашық етіп қалдыруды жөн көрдім. Тортты жидектермен безендіріп, ортасына тіпті жазу жазсаңыз да болады. Енді шеттеріне вафли үгінділерін барынша біркелкі етіп жабыстырып шығуға тырысамыз. Сүттің иісі аңқып тұратын, барлығы жақсы көретін, нәзік, ауызда еритін сүтті қыз торты дайын болды. Дастарханыңыздың сәнін келтіретін керемет торт. Әрбір қыз келіншек осы тортты үйреніп алса екен деймін. Міндетті түрде дайындап көріңіз. 100% ұнайтынына кепілдік беремін. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.